Wellnessбектің пайдасы, мен өзімнің келінімнен көріп отырмын. Wellnessбектің бір пачкасын ішті. Вообще-то менің келінімнің бүйрегінде тас бар деген. Ол тас ең бүйректің астыңғы жағында, глубокий жерде, тамырлардың көп шоғырланған жерінде орналасқан. Біз оған тиісе алмаймыз деп Алматыдағы профессорлар солай деп айтты. Сонымен рисковать ете алмаймыз деді. Ертеңгі күні диализге отырып қалуымыз мүмкін деген сондай болжамдар айтты. Сонымен біз ол неден отказ жасадық, операциядан. Сонымен өзім осы Oriflame-ге бұрын да айналысқанмын. Қазіргі таңда осыған қайтадан келіп, витаминдерін өзім ішіп жүріп, сол келініме кіргіздім келінімді. Келініме Wellness-тың женскийін алып іш дедім. Енді содан көрген результатымыз, кейіннен приступ беріп бір больницаға барған кезде бүйректегі тас әлгіндегі бөлінгендігі жайында уже неге түсіріп, МРТ-ға түсірген кезде сондай қорытынды берді бізге. Бүйректегі тас бөлініп кеткен. Уже үгітіліп жатыр, иә, сонда? Иә, үгітілуге бетбұрыс жасаған деп өзіміз солай болжамдадық. Енді тағы да ары қарай келініме екіншісін алып іш деп жатырмын. Чем операцияға барғанша, одан да осы Wellness женскийді ішіп, жайдан жай түсіріп алайық деді.